Қазаққа маза бермейтін тақырыптың бірі Мұстафа Шоқай. Бір ғасырда екі түрлі кітаптар жазылды, кинолар түсіріліп жатыр. Ондай тұлға әлемде де кем шығар. Бүгін Ермек Тұрсыновтың Мұстафа Шоқай кино романын талдауға жиналдық. Әрине, Ермектің басқада шығармалары туралы әңгіме болады, себебі бұл қазір қоғамдағы қызықты тұлғалардың бірі деп айтуымызға болады. Сонымен үркерге қонаққа автор Ермек Тұрсыновты, Ермекпен бірге Қасымхан Бегмановты және Қанат Төребайды шақырдық. Үркерге қош келдіңіздер. Менің қолымда Ермек Тұрсыновтың мінекей Мұстафа Шоқай деген кино романы тұр. Өздеріңіз білесіздер, осы Ермектердің сценарийімен Сатыбалды Нарымбетов Мұстафа Шоқай атты көркем фильмде түсірді. Ол фильмді сан саққа жүгіртіп талай әңгіме еткеніміз өздеріңізге белгілі. Бүгін ол жөнінде де әңгімелейтін шығармыз. Менің қолыма «Пурпурная лошадь» дейді. Осы кітап түсіп отыр. Өзім мұқият оқып шықтым. Бұл әрине орыс тілінде. Ермек, осыған дейін қанша кітап шығардың? 15 кітап шықты. Ол қаншасы орыс, шамамен қазақ тілінде, қаншасы басқа шет тілде шықты ма? Жартысы қазақ тіліне аударылған. Мұстафа бар, Қара шаңырақ бар, Құрақ көрпе, Мамлюк бар, Сұлтан Бейбарыстың оқиғасы. Араб тілінде мына Мамлюк шыққан, ағылшын тілінде де шыққан о кітап. Былай кеңінен таратып жаңа шет елдерде көп шықты деп айта алмаймын. Көбісі жаңа орысша қазақша шығып жатыр мына жақта. Жалпы 14-15 кітаптай шықты. Ол енді өзімнің кітаптарым. Аударманы былай қойғанда. Жақсы. Мына «Пурпурная лошадь» дегенді қазақшаға қалай аударамыз? Күлгін ат па? Күлгін ат деп тұрсың ғой өзің. Өзің қалай ойлайсың? Бұл енді символикалық түрде ат берген, өйткені пурпур деген сондай түс жоқ. Ондай түс жоқ. Сонда жаңа мына жерде эпиграф бар. Кішкентай ғана эпиграф. Сен өміріңде осындай күлгін атты көріп пе едің? Жоқ, көрген жоқ. Бірақ ол бар екен деп жаңа айтып жатыр да екі кісі. Өйткені бұл жерде менің осы жинағымда кішкентай әңгімелер. Сол әңгімелердің жалпы идеясы бұл біздің өміріміздегі болып жатқан оқиғалар. Олар енді көбіне абсурд, күлкілі жағдай, сатира тілмен күлкілі тілге жазылған нәрселер. Жақсы, бұна негізі күлгін ат бар екен. Мен бұрын естімегенде және оқымағамда. Өзің айтып отырсың ғой, енді бір символикалық сипатта алынды деп. Күлгін деген бұл сондай, күлгінге жақын бояу ғой. Бояу сондай. Аттың түр түсін жақсы білетін Ұларбек Нұрғалымұлы деген жазушы бар. Даяқ ашшы деген өте танымал кітабы бар. Мен сол жігіттен сұрадым, сөйтсем арғы бетте бірді екілі сирек сондай ат кездеседі деді, күлгін. Содан оларды қандай ат деп айтады десем, күлгін ат деп айтады деді. Сондықтан өмірге де жақын деп аламыз, Ереке. Солай шығар, бірақ негізі бұл жерде мен атқа тура қатысы жоқ. Бұның табиғат басқа, мазмұны да басқа, ойы да басқа. Сонда мен пурпурный деп атай салғам негізі. Жақсы. Негізі біз Мұстафа Шоқай кино романын талдауға жиналдық қой. Бірақ енді біздің әдебиетімізде бір тақырыпты көтерсең, екінші тақырыптың шеті шығып тұрады. Осы «Пурпурная лошадь» кітабын қайта-қайта қолыма алып отырғаным, осы Мұстафа Шоқайға бір қатысы бар екен. Ішінде не бір қызықты шығармалар бар, әрі Ерекең қазір оқырмандардың ашық сахнада кездесулерін өткізіп жатыр, Алматы, Астанада. Ол енді жазушылардың басына бұйыра бермейтін бақ, қазақ жазушыларының басына. Өйткен себебі ол кәдімгі үлкен сахналарда прозалық кітаппен кездесу өткізіп мүмкін бірлі жарым. Ал енді сол кітаптың ішіндегі шығармаларды сахнадан оқу
онда енді өз басым естіген жоқпын енді. Өз басым естіген жоқпын. Анау Оралхан Бөкей Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісін жатқа оқиды дейді. Тағы сондай бірде екілі болуы мүмкін. Бұл жағынан да ақындар бақыттырақ қой, мына Қасекең отыр. Бәріне сәттілік тілейміз. Жаңағы сөзіме қайта оралсам, осының ішінде камен, яғни тас деген бір әңгіме бар екен. Маған қатты әсер етті. Тіптен оқығаннан кейін талай шығармалар оқып жүрміз ғой, біраз уақытқа дейін өзім келін май, анау адам шаршағанда бір нәрсе миында айналып жүріп алады ғой. Сондай менің де миымда айналып жүріп алды жаңағы тас деген. Осы әңгіменің сюжеті өмірде болған ба, жоқ жазушының қиялы ма? Ол бұлай болды. Бұл оқиғаны маған кезінде Оралхан өзі айтып кеткен. Бір кездесулерде. Мен ол кезде жаспын, студентпін. Сол кісімен танысып, осы кезде қазақ әдебиетте жұмыс істеп жүрді ғой деймін, Шерағаның редактор болып жүргенде. Сонда біз жаңа жиі кездесіп, қатты дос болдық деп айта алмаймын, бірақ өте бір жылы бір қарым-қатынас болды сол кісімен. Естелігімді оқыдым. Иә. Оралхан. Сол кісі бір күні шай ішіп отырғанда, қаламгерде отырмыз да, айтады маған, менде бір оқиға бар да, ешбір қолым жетпей жатыр да. Сен жаңа бастадың ғой бір. Ойыңда болады, қол тимейді, жаңа тіршілікпен кетіп қаласың, ұмытып қаласың дегендей. Сол кісіні осы әңгіменің бір ойын айтып берді. Ол негізі баяғы сол қазақтың қара кемпірлері ғой. Қара кемпірлер. Алтынбектің ана Қорызбаевтың айтып жүрген қара кемпірлер. Сол әңгіме есіме қалып кетті. Оралхан қайта ақтарсам, бұл әңгіме жазылмаған. Тапсырма ретінде емес, тіпті аманат ретінде емес. Жай ғана сөз арасында айтып кеткен бірақ маған қатты әсер етті де, есіме қалып кетті. Соқыр кемпір. Соқыр кемпір түк көрмейді ғой. Енді сол сюжет сондай. Айтқың келіп отыр ғой. Бірақ ар жағында қандай мағына жатыр, қандай тереңдік. Бұл жерде сюжеті мынандай ғой. Бір кемпір көзі көрмейді, соқыр. Анау ашаршылық жылдарында бір баласын жерлеп, бір тасқа белгі соғып кеткен ғой, бір жартастың қасында. Тастың астына бір жобасын өмір бақи ойлап жүреді да, оны ұмытпайды, кейінде бірнеше рет барған болу керек. Соны қартайып өлерінің алдында мені сол неге апарыңдаршы деп немерелеріне, балаларына айтады ғой. Сонда алдап апарып, енді алысқа кім барады енді сонша жерге? Не істейміз деп әбден бастары қатып. Алжан кемпір, қайдағы тас деп жаңағылар айналасында. Сол бір тасқа апара салады әйтеуір, ауылды айландырып. Сөйтсе кемпір барып сипалап, міне осы тас деп бір тасты көрсетіп сөйтіп кетеді. Барлығы да әсерлі, бірақ бір нәрсе. Мына түйіні. Мына Нодар Думадзенің бір атақты романында бар еді, аяғында адамдардың жаны өзінің тәнінен миллиондаған есе ауыр, сондықтан оны көтеріп жүру үшін адамдар бір-бірімен қарым-қатынас жасайды деген. Бұл жерде мүлдем басқа. Бұл жерде ермек әңгімені аяқтайды, бәріміздің жанымызда бір тас бар. Біз сол тасты көтеріп жүрміз. Енді тас деген бұл жерде өте ауыр деген. Тастан ауыр зат жоқ қой деген мағынада ғой енді. Бәріміз сол. Маған осы ұнады. Енді мына Пурпурная лошадьтан осындай талай көптеген мысалдарды айтуға болады. Өте қызық кітап екен. Және осыны мен қазақша аударылып шыққанын қалар едім. Себебі қанша дегенмен де жаңалығы бар кітап әдебиетшілер үшін. Ал енді бұны не үшін алда тағы айта жатармыз? Мұстафа Шоқайға алып келдім. Осы Мұстафа Шоқай болжап білген ғой. Сондай ашаршылық болатынын, бәріміздің қырылып қалатынымызды, пәленбай миллион халықтың балаларымызды, Құдай сақтасын, туған туыстымызды, әке-шешемізді жолдың бойына жерлеп кететінімізді, көмусіз қалатынын, барлығын болжап кеткен ғой. Сол үшін бағанағы күресті. Сол үшін Совет өкіметімен, Кеңес өкіметімен келіспей шетелге кетті. Ереке, осы тақырып не үшін өзіңді қызықтырды? Не үшін бұл тақырыпқа келдің? Жаңа айттым ғой, енді Серік Шәкібаевтың кітабы бар, иә? Талай адамдар кітап жазды. Біздің әкім Таразида кезінде бұл тақырыпты айтып жүретін, кейін белгілі бір тапсырмалармен сценарий жазам деп әуреленді, сценарий жазды да, одан кейін оны романға айналдырды, Мұстафа Шоқайдың балалық шағы туралы.
Өзің қалай келдің осы тақырыпқа? Ол кезде Сәкен аға тірі, Сатыбалды Нарымбетов. Сәкен аға дейсіңдер, Иә, Сәкен аға дейміз. Негізі мен ол кісіні Бертолуччи дейтінмін. Бертолуччи режиссер. Өте жақын адам. Дос болғанбыз. Жасына қарамастан ылғи, өте кішіпейіл, сондай бір жақсы адам болатын. Сол айтты басында. Осындай идея бар, егер кіріссекші дегенде, Мұстафа Шоқай. О бас сол кезде де Мұстафа Шоқай, қазір де өзің айтып отырсың ғой, біреулер оны сатқын деп ойлайды. Қазірдің өзінде сөйтіп айтып жүр кейбіреулер. Мен үшін бұл тақырып өте қызықты болды, өйткені біріншіден өзінің өмірбаяны. Кішкентай бала Қызылорда облысында, Шиеліде, сол жаққа барған мен басында. Сол Мұстафаның ізімен, бүкіл соның жолымен өттім мен. Самолетке отырып, жерге бардым. Қызылордадан машинамен жетім, Шиеліге содан жерден бастап, ары қарай содан кейін Ташкент, Орынбор, содан кейін Санкт-Петербург, содан кейін Мәскеу, содан айналып келгенде Баку, уже не жақтан қашқандар жақта. Тифлисті, қазіргі Тбилиси ғой. Тбилисиде 2 жылдай өмір сүрді ол кісі. Содан кейін теңізбен ары қарай кетіп Берлинға барады. Батуми арқылы. Иә, Батуми арқылы. Парижде тұрады. Сол кезде Керенский деген кезінде бірге жұмыс істеген, ол временное правительствоның бастығы болып еді ғой, қос басшысы. Сол мүшелікке шақырған Мұстафайдың өзін. Ақыры ол қатыспай, содан кейін жаңа Парижде олар кездеседі, Керенский сол жерде газет шығарады. Сол газетте ол корректор болып жұмыс істейді Мұстафа Шоқай. Содан кейін өмір қиын, тіршілік жасау керек. Сол Париждің қымбаттығына қарамай, көтере алмай, олар Ножан деген кішкентай қалашыққа көшіп кетеді, екеуі. Мария Яковлевна Горина деген өзінің әйелімен. Ол Мария Яковлевна Горина, ол негізі Ақсүйек опера әншісі. Ол басында прокурордың әйелі болады. Жағдайы бар. Жағдайы бар. Неліктен? Наңқызға тіпті суретіне қарасаң енді қарапайым қазақ қой Мұстафа. Ешқандай бір әдемілігі жоқ деп айта аласың. Топ-томалақ. Немене қызығады деп сен ойлап жүрген, сонда ар жағында өзіме көптеген фактілер шыға бастағаннан кейін, одан ары осы тақырыпқа кіре эрудициясы мықты болған ғой, мүмкін содан шығар. Бірнеше тілдерін меңгерген. Ол қай жылдар өткен ғасырдың басы емес па? Қазақтың даласы бәрі қараңғы, надан. Ол атылып шығып, содан кейін Мәскеуге барып. Осы Ереке, бір арманым болды деп жазған екенсің, бір жазбаларының ішінде көрдім. Сүйегі шетелде қалған, шетелде жерленген 3 қазақта жазғым келеді деп. Біреуі Мұстафа Шоқай, біреуі Бейбарыс, біреуі Әл-Фараби. Әл-Фарабиден басқасы жазылды ғой дейін, өйткені енді қазақтың бетке ұстар азаматтар көп жатыр ғой, Алихандар бар, басқалар бар, Төле билер. Бірақ мен осы 3 тұлғаны ойлағам. Сол Мұстафадан бастағам. Өйткені ол білмеймін, әйтеуір көптеген қазақтың мықтылары сол шет жақта жерленген. Жақсы, Ереке, осы шығарма оралу керек, қайтару керек оларды қазаққа. Сондай негізгі ойым. Қасеке, сіз де сол жолмен жүріп өттіңіз ғой? Сіздікі енді кеңірек болды, себебі сіз кәдімгідей делегация құрдыңыз. Кәдімгі керуен, қызылды, жасылды керуенді бір көз алдымызға келдіңіз. Ақпарат құралдары үнемі хабарлап отырды. Бүкіл журналистер қасыңызда жүрді, әр басқан қадамдарыңызды жариялап отырдыңыздар, эфирден көрсетіп отырдыңыздар. Айланып кеп сізде осы тақырыпта үлкен еңбек жасадыңыз, е? Осы Ермектің Мұстафа Шоқайын оқыдыңыз ба? Сіз бергесін оқыдым. Негізі мына кино романды қарап шықтым. Кино романдағы бірінші Мұқабадағы суретті мен Петербургтағы Мұстафа Шоқайдың 281-ші делосынан Қазақстанға бірінші әкелген адаммын. Мына Мұстафа Шоқайдың студенттік за счет книжкасында түскен кішкентай ғана сурет.
мына сурет. Соны үлкейтіп мен 2007 жылы келдім. Қазақстанға алып келдім. Іштегі суреттердің барлығы менің әкелген суреттерім, фотоларым. Мынау барлық баспасөз сол кезде айтып жатты. Менің кітабым шықты. Енді 700 бет па, 800 бетті кітап Мұстафа Шоқай жолымен деген. Бұл енді публицистикалық кітап. Наршоқыдан бастап сол Берлиндегі бейтіне дейін, Виктория госпиталіне дейін. Қаске, ал енді мынау кино, роман қанша дегенмен де көркем туынды ғой. Сатып алдағы да бөтен емес сізге де. Ал енді осы роман қалай жазылған екен? Романға баға беру қиын негізі. Біз енді Наршоқыдан бастап Берлинге дейін жүріп өткен адаммын. Мұстафа Шоқайдың бүкіл туыстарын көрген адаммын. Ең соңғы шалдарды. Қошайдың соңғы шалдарын бәрімен сөйлескен адаммын. Менің кітаптарымда барлығы тұр. Сыдықтың баласы, Мұстафаның туған бауыры Сыдықтың Ерғали деген баласы Данияр Ақсақалды көрдім. Қазір мен осы әулетпен, Мұстафа Шоқайдың әулетімен түгел араласатын адаммын. Бұл көркемдік шындық қой, Мұстафа Шоқай кино романында. Қаншалықты ашылды деп ойлайсыз? Енді киносы бөлек, кітап бөлек қой, кино роман бөлек. Мұстафа Шоқай тақырыбы бұл мәңгілік тақырып. Меніңше ұрпақ оралып отырады. Ұрпақ оралып отырады. Әр ұрпақтың өзінің сөзі бар, иә? Әр ұрпақтың өзінің Мұстафасы бар. Менің өзім Мұстафам бар. Ерекеңнің өзінің Мұстафасы бар. Қазақ тілділердің өзінің Мұстафасы бар, орыс тілділердің өзінің Мұстафасы бар. Мұны айтып отырған себебім, біз осы Мұстафа Шоқайға орыстар қарсы шығып жатқан сияқты, орыстар осы Мұстафа Шоқай деп, осы сатқын болған деп, солар айтып жатқан, сіз өзіңіз біреумен соттастыңыз Шығыс Қазақстанда. Ерекеңде бір әңгіменің шетін шығарып қалды. Бірақ, мұна Бақыт Садықова деген бір саясаттанушы ма, бір ғалым бар екен, Мұстафа Шоқайдың өмірін зерттеген. Письма из Нажана деген кітабы бар. Соның пікірін оқыдым, сол жерде мынандай сөз айтыпты. Мына Ресейде шығатын осы бір зиялыларға қатысты, зиялылардың өмір тарихы ма, сондай бір кітап бар екен. Соның ішінде Мұстафа Шоқайға бір ауыз сөзбен баға беру қиын. Кейбіреулер оны сатқын деп айтады. Бірақ оның анау фашистік идеологияға берілмегені, нацистердің оны пайдаланғысы келген кезінде оның көнбегені анық деп жазыпты. Біздің бүгінгі тақырыбымыз осы кино роман және кино. Сіздің де соған қатысыңыз бар деп естідім мен. Иә, сол кино жобаның продюсері болдым. Сатыбалды Нарымбетов ағамыз режиссері болды. Бізде, мен таңғалып отырмын, қалай кездеспедік. Бізде сол Сұлутөбе ауылынан бастадық. Фильмнің басында енді кіріскенде сол жаққа барып, құрбан шалып, сол ауылдың ақсақалдарын батасын алып, сол фильмге кіріскенбіз. Не үркерде бас қостыңыздар, үркерде таныстыңыздар. Енді 3-4 жылдай түсірілім жүрді. Осы қазақтар бір тақырыпты көтерсе, енді қазақтар дегенде мен кейбір топтарды айтып отырмын. Жалпы қазақ асыл текті халық қой, енді оны таза деген сияқты, жан дүниесі, дала қандай кең болса, қазақтың көңілі де сондай кең. Бірақ біз осындай бір кино түсірсек, осындай бір кітап жазсақ, осындай тақырыптарға неге шу болып кетеді осы? Неге о адабра болып кетеді? Олай түсірмеу керек, бұлай түсіру керек, ананың жазғаны дұрыс емес, ойбай шетелден шақыру керек. Неге олай болып кетеді? Енді менің ойымша, мұнда қазақтың бір мақалы бар ғой, 50 жылда ел жаңа. Енді біз оны 20 жыл бұрын кіріскенбіз, о кезде енді жас мемлекетпіз. Қазір ғана әңгіме болды ғой, орыстар қарсы. Енді қазір өздері Власовқа дейін бәрін ақтап атыр ғой, ақталып атыр ғой. Деникиндер, Власовтар, олар сатқын болмаса, олар ашық Совет өкіметіне қарсы шыққан адамдар. Енді олар ақталып атса, енді қалай олар енді дұрыс қой, енді Шоқайды сатқын дейді. Оның орнына олар ақталу керек қой. Енді 20 жыл бұрын әрине кішкене қиын болды. О кезде сана әлі өзгермеген. Қазір енді жаңа көзқарастар қапталып атыр. Негізі тарихи сондай ірі тұлғаларға, Мұстафа Шоқай сияқты, оларға саяси баға беру әзірше ерте деп ойлаймын. Кемінде бір ғасыр, 150 жыл өту керек. Сосын кішкене алыстан қарап, уже баға беруге болады. Қазір көбінесе эмоция дейсіз ғой. Әрине. Ал мынау елдің бәрі біледі ғой, Әшірбек Сығай деген біздің үлкен өнер танушымыз, сіздің әкеңіз, иә?
Бұл кісі Сатыбалды Нарымбетовпен де ағалы інілі, иә? Жерлестері ғой. Жерлестері, иә? Осы киноны қалай қабылдады? Қандай баға берді? Енді шедевр. Ашық айтыңызшы, жасырын. Ашық, енді мен қатыстым ғой өзім. Иә. Өзім мақтанып сол. Сіздің фамилияңыз жоқ экранда. Бірақ негізі мен сол фильмнің продюсерімін. Бірақ сіз сол өкінішті әкеңізге айттым дедіңіз, иә? Айттым, иә. Экраннан мені алып тастады деп. Иә, сотқа берейін. Сонда әкеңіздің сөзін айтыңызшы. Ол маған былай деді, енді әр үйді, әр ғимаратты құрылысшылар салады ғой. Әр прораб өзі тақтайын талап етіп жүрсе не болады? Ол бір. Екіншіден, балам, 5-10 жылдан кейін, кім білет, мүмкін мақтанатын шығарсың, менің фамилиям титрда жоқ екеніне де. Сосын бағындым енді, тыңдап, сотқа бермедім. Негізі келісім шартта жазылған. Әр неде, жарнамада, титрда менің фамилиям жазылу керек еді. Ереке, мен шынымды айтайын, енді Қаскең әлі бір жақты баға беру қиын деп отыр ғой, Қаскең. Өйткені кино туралы шу болып кетті, қырғыз актерге ойнады, соған байланысты елдің арасында. Бірақ киноны өте қатты жоғары бағалағандар да көп, мен таң қалдым. Өте жоғары бағалағандар. Аға, мен айтайыншы, бұл фильмнің мінсіз үлкен қасиеті, бұл үлкен бағытта ашты қазақ киносында. Осы біздің тарихи тұлғалар туралы үлкен бір серияның басы болды бұл фильм. Енді қазір көріп атсыздар, Міржақып та шығып атыр, Ахмет те шығып атыр. Негізі біздің осы тәуелсіз қазақ киносында ең бірінші тұңғыш фильм, байопик дейді ғой оны жанрды, тарихи тұлға туралы фильм. Мына бүгінгі үлкен әңгімелер, үлкен сериалдар, мына үлкен әңгіме болып жатқан кинолар, осылардың барлығының басында тұр ғой сонда, иә? Өте жақсы екен. И негізі соның приемдары, негізі сол бағытта ашқан осы фильм болған соң кейін, бәрі соның ізімен қазір түсіріп жатыр. Енді оригинальный ештеме мен көріп жатқан жоқпын. Жақсы. Енді ол киноны түсірген кезде саяси жағдай кішкене басқашалау болды дегенмен. Енді кеңес үкіметі құласа да бәрібір әлі қалпымызға келіп болған жоқпыз. Қазіргідей бір еркіндік әлі туа қойған жоқ. Ереке, қалай ойлайсыз? Бағанағы сұрағыма жауап беріңізші, сіз жауап бергенін жақсы көріп отырмын. Неге біз осындай бір үлкен істі бастасақ шу болып кетеді? Мен сізге айтайын, негізі... Мысал үшін мен бір нәрсені ойлаймын. Бәрі айтты. Анау Мұстафа Шоқайдың рөлінде анау Бейшенәлиев па? Иә, Азиз. Соны неменеге алып келді? Ондай қазақтың актері көп еді қойды. Мен бір ойлаймын. Сол жерде сол қырғыздың актері халықаралық бір актерге ойнамай, бір қазақтың актері ойнаса, одан да мықты ойнауы мүмкін, бірақ кино көрсетілмей тоқтатылып тастауы мүмкін еді. Бұндай Сатыбалды Нарымбетов деген кең ойлайды ғой кішкене. Бұндай әңгімелер негізі заңды, өнерде не болмайды. Мен мәселенге о жылдары негіз бұл тақырып қиын ғой. Иә. Қаншама пікірлер. Иә. Соның өзінде де ойланып барып бастау керек қой. Иә. Сонда әсіресе қазір тарихты қалай бұрмалай береді. Енді біреулер былай айтады, бірақ фактілер осындай емес па. Сондықтан мен тарихи шындықты іздеп жүріп, сол Мұстафаның іздерімен өсіп кеткен адаммын. Сол осы киноның бастама сол жаңа Қызылорда облысынан басталып, Берлинде аяқталған. Мұстафаның жаңа зиратында. Енді сіз бір нәрсені айтамын. Жаңа фактілер шыға бергеннен кейін мен үшін ол өнерпаз ретінде, жазушы ретінде бұл тарихи тұлға, мен негізгі бұл тақырып жалғыздықтың тақырыбы. Тарихи жалғыздық. Бүкіл қоғамға қарсы тұру. Сіз мына сыртта жүру, сол жерде қалып кету, өмір жаңа жерін аңсап кеткен адам емес па? Сонда мен үшін рухани жағын қайтару. Иә. Өмірдің түсіндім. Сіз өмірдің дерегін көркемдік шындыққа алып келдіңіз. Жалғыздық деген. Өзіңіздің жаныңыз сүйетін тақырып қой енді. Киноңызда да, кітабыңызда да жалғыздық. Біздің бейбарыста да бәрібір жалғыздықтың дұрыс айтасыз. Басынан кешті. Иә, тарихи жаңағы шындық бар. Содан кейін өнерлік шындық бар. Сонда өнер жағынан мен, өйткені мен білгем о баста неше түрлі пікірлер болады. Тіпті кейін кино шығып кеткеннен кейін мен Сәкеннің өзіне де айтқам. Содан кейін жаңағы киноны тапсырғанда черновой просмотр деген болады. Иә. Киноны қарап шыққаннан кейін мен Сәкеннің өзіне жеке отырып айтқаным бар. Олардың мен ешкім білмейді. Мен айттым,
что-то дедім онша шықпай қалды деп. Өйткені Кино онша шықпай қалды. онша шықпай қалды. Аха. Азизге көңілім толған жоқ. Аха. Басты рөлде ойнаған жаңағы Азиз Бейшеналиев. Мария Горинаны ойнаған Карина маған ұнаған жоқ. Бейшеналиев әдемі ғой? Жақсы Жоқ, қыздар әдемілігі ойнады былай ғой. тұрсын. Иә. Әдемі әрине әдемі. Бірақ бір әдемілік іздеп жүрген жоқпыз ғой. Иә, иә. Бұл бір, екіншіден. Ол біздің Әрбір- кинодағы қателігіміз ғой. Иә. Бірінші әдемілікті Ол енді іздегісі әңгіме келеді, иә? әңгімелер. Бірақ бұл жерде кәсіби әңгіме болды. Иә. Мен Сәкенді өте жақсы көремін, сүйемін ол кісіні. Иә. Керемет кинолары бар ғой. Көп енді жақын араласқандамыз. Бірақ содан кейін әрбір жазушы, әрбір жаңа сценарист жазып отырып, ойында осы киноны елестетіп көріп отырады. Аха. Сол кейіпкерлерді, Иә. локацияларды, Сценарий жазып отыр. сценарий жазып отырып, бір кино көріп отырасың. Иә. Содан кейін кино түсіріліп біткеннен кейін режиссер басқа, оның көзқарасы басқа ғой. Мүлдем басқа кино шығады да. Сен қарап отырасың, сенің ойыңа кереғар келеді. Түк талыспайды менің киноммен де. Иә. Осы жерде Ереке бір нәрсе айтып кетейін. Осы құрақ көрпенің ішінде ма, бір алғы сөзінде ма жазыпсың ғой? Иә. Киноны түсіріп жатырмыз. Бірақ бір жерге келіп тірелдік. Тупик дейді орысша. Тығырыққа тірелдік, ары қарай шықпайды. Жоқ. Енді не істейміз дегенде отырып алып әдеби нұсқасын жазып шықтым деп. Көркем шығармам. Содан бәрі ашылып сала берді деп. Өзі әдебиет пен киноның байланысы деген үлкен проблема болып тұр ғой қазір. Бұрынғы көркем мықты шығармалардың барлығы әдебиеттен негізі болды, иә? Иә. Кейін енді әдебиетке кино жоғарыдан қарайтын болды ғой. Солай емес па? Солай ма? Олай бар да, бірақ егер Мұстафаға оралсақ, менің Мұстафа мүлдем басқа Мұстафа болады. Өте салмақты, кино романда. Өте ойлы. Кино романда солай. Мүлдем басқа кейіпкер. Тайқы маңдайлы, домалақ қазақ. Басында, ең басында сол жаңа кейіпкер іздеп жүргенде, маған ана Сәкен соңына дейін айтпай жүрді ғой. Кім? Сен ана Мұстафаны таптың ба жоқ па деп сұрағанда, бар, бір артист бар, мен саған кейін көрсетемін. Түсірілмей тұрғанда басында енді көрсетсеңші мен де көріп алайын деп. Иә. Соңында съемкаға 2 апта қалғанда ол маған жаңа суретті көрсетті, міне деп. Қанеке, кино романмен экраннан көрсетілген Сатыбалды Нарымбетовтің киносының айырмасы көп пе, қаншалықты бір-бірімен сәйкес? Енді Ермек айтқанда, иә, әрине, экранда мүлдем басқа Мұстафа. Кітапқа қарағанда, осы сценарийіне қарағанда. Енді кинороман сол сценарий бойынша жазылған ғой, кейінірек. Енді мүлдем басқа, Мария Горина да басқа. Қаске, романды да оқыдыңыз, киноны да көрдіңіз, иә? Мен енді осы тақырыпты мынау Сатыбалды Нарымбетовпенен көп сөйлестім. Сіз өзіңіздің тақырыбыңыз ғой, бір ашылып айтыңызшы осы. Иә, мен енді ашылып айтатын болсам, жаңа Қанатта Ерекеңде дұрыс айтып отыр. Кино романдағы сағыныш, ол кино романдағы Мұстафа, жалғыз Мұстафа, бұл кісінің Мұстафаның жан дүниесін дәл үстінен түскен, тапқан. Ал енді кинода басқа Мұстафа, басқа шын мәнінде басқа. Біз күткен Мұстафа, халықтың күткен Мұстафасын халық көрмегеннен кейін халықта неше түрлі, әсіресе мына зиялы қауымның арасында әңгіме болды. Мен осы сұрақты қойдым Сатыбалды Нарымбетовке. Сатыбалды Нарымбетовпен Әшірбек Сығайменен туған аға әнедей араласқан адаммын екеуінде. Менің мына Мұстафа Шоқай жолымен деректі фильм шыққанда Әшірбек Сығай қолымнан ұстап алып тұрып, мені анау Дүйсен Қасейінов ертіп барып, мынаны түркі дүниесінің несіне көрсету керек, мына фильмді көрші деп 3 сағат отырғызып қойып Әшекең көрсеткен ағам ретінде. Қысқасы мен мынандай сұрақ қойдым. Сіз аға кино ұнады ма деді. Менің деректі фильм бәрін көрді ол кісі. Сосын кино саған ұнады ма деді. Аға маған жалпы кино ұнады. Енді айта алмаймын ғой, ана нәрселерді айта алмадым. Қазақтың ізеті бар, басқа бар, өзін жақсы көретін адам. Бірақ бір эпизод туралы мен Сатыбалды Нарымбетовке айттым. Киноның ішінде бір эпизод. Мәселенки ол кино романда жоқ. Ерекеңнің несінде ол жоқ. Мысалы, тіпті өмірде де болмаған. Мұстафа Шоқай Қоқанда ма, қай жерде бұдай мына алашордашылардың жиналысы өтіп жатады. Сонда үстіне Гитлер кіріп келеді кинода. Гитлер кіріп келген кезде мыналар дұрыр етіп орындарынан тұрады. Ал бұл деген баяғы Серік Шәкібаевты еске салады. Серік Шәкібаевтың үлкен Түркістанның күйреуі, сосын жаңа падение большого Түркістана жүздеген мыңдаған тиражбенен жарық көрген кітап, жексұрын кітап.
бүкіл Мұстафа Шоқай жоққа шығару, мына нені жоққа шығару ғой. Мен енді оны Мұстафа Шоқайды сатқын деудің басындағы үлкен әңгіменің өзегіне айналып кеткені осы. Мен Өскемендегі сот процесінде де айттым бұл мәселені. Как черный бывает белым деген мақала шығарып, үлкен сот болып. Енді бұл жерде жаңа кіріп келеді. Бұл кішкентай ғана эпизод, қысқа ғана эпизод деректі фильмде. Сонда мен айттым, аға, мынау аналарды, ана кітапты еске салады ғой. Мұстафа Шоқайға емеурін білдіріп, ишара білдірген жоқсыз ба? Мына эпизод осы жерге керек па дегенде, Қасымжан айналайын деді. Мен енді ар уақытта қатты сыйлайтын адаммын, бірақ ол кісі айтты, бұл көркем дүние деді. Бұл көркем шығарма. Сен өмірді айтып отырсың, сен Наршоқыдан бастап жүріп өттің, шалдармен сөйлестің, бірақ бұл көркем шығарма екенін ұмытпасаңдаршы деді. Сол кезде кәдімгі кино туралы зиялы қауым ортасында түрлі әңгімелер жүріп жатқан. Мен Әкім Таразимен де осы кино жөнінде де, Мұстафа Шоқай жөнінде де мына деректі фильмге сұхбат алып, өзіме сөйлескен осы тақырыпта кең. Бір сағаттан аса Әкім Таразимен менің сұхбатым бар. Біз тарих туралы, сол бір үлкен тұлғалар туралы жазсақ, соларды Сталинмен кездестірмесек, Гитлермен кездестірмесек, Ленинмен кездестірмесек, олардың бәсі төмендеп қалатын сияқты көреміз. Неліктен? Осы кинодан да мен сондай бір нәрсені байқап қалдым. Сол дұрыс емес. Негізі мына тарихи... Сонда эпизод бар емес па кинода? Кинода сол эпизод бар. Мына кіріп келеді. Кіммен кездеседі? Гитлер кіріп келеді. Мына алашордашылар жиналыс өткізіп атқан секілді бір эпизод бар, шағын эпизод. Жиналыс. Сол кезде Гитлер кіріп келеді, Гитлердің суретін береді. Менің жүрегім жұлынып түскендей болды. Ананы көріп. Сондай ләззат алып отырғам кинодан да. Сондай. Мен ана киноны былай көремін. Ана кемшілік іздемеймін. Тырнаққасын мен әсерленемін. Жылауым мүмкін. Әсерін іздейсіз. Әсер іздеп. Негізі әсер аламын. Жалпы оқырман сол, көрермен солай ғой. Иә, ал енді мынандай тырнақасынан кір іздеп, анандай ондай емес. Менің Мұстафам жүрегімдегі мұңлы, жалғыз. Мына кинороманда жалғыз, мұңлы, сағыныш. Мына кинороман сағыныш туралы. Елге деген сағыныш. Гитлермен кездесетін жері жоқ. Гитлермен кездесетін жері жоқ. Ереке ол қайдан пайда болды? Менің ойыма кірмейтін нәрселерді мен оны Гитлермен кездестіріп, немесе ертең Сталинмен кездестіру деген ондай ой болған жоқ менде. Басында да мына черновой материалды қарап отырамыз ғой. Режиссердің тапқан. Бұл жерде бір қағида бар, жазылмаған ереже кинода. Режиссер, оның көзқарасы осындай. Сен тек қана жаңағы сценарист ретінде оған материалды бересің, ол осы материалға сүйене отырып, соның ағымымен ары қарай кете береді. Ылғи соған мен қарсы шығамын да, соның ең басында сол Әзизді бекіткеннің өзінде сол жерде жаңжал басталды ғой. Мен қарсы болдым. Өйткені бұл қалай енді орыста харизма деген болады. Иә. Актерлық харизма деген болады. Мәселен, кешегі Бейбарыс түсірген Болат Мансұровта жүр ғой, Нұрмұхан Жантөрин. Бүкіл киноны алып шыққан сол. Қайта кино жоқ. Кейде сондай болады. Кино жоқ, бірақ артист бар. Не жерде кино барды, бірақ артист жоғалып қалды. Өйткені бұндай тақырыпты көтеру үшін сен өзіңнің бір тарихың болу керек. Өзіңнің салмақтығың болу керек. Сай келмесе, сен мынау қандай сценарий болса да бәрібір ұтылып қаласың. Сол басында Азиз бекітілді, сонан кейін біз Чолпан Хаматованы шақырғанбыз. Ана Горинаның орны кейіпкер ретінде. Чолпан басында келісім берген Хаматова. Біз Чолпан Хаматованы көрдік басында. Сонан кейін Каринаны тауып алды ғой. Карина деген мен ол жақсы көремін, өлең айтады. Бірақ Карина қайда, Мария Яковлевна Горина қайда. Елдің бәрі эстрадный дүниелерді жақсы көріп кеткен кез ғой. Сөйтіп жаңағы жыртылып қалған тесіктерді жамап сол киноны түсіре бастадық. Ал сонан кейін ана жақта Гитлер шыққаннан кейін онда мен вообще үндемей қалдым. Өйткені бұл жерде творчестволық жаңағы шабыт дейді ғой. Сәкен ағаға мен ештеңе айта алмадым. Өйткені егер Гитлер кіріп кетсе, Гитлердің мүлдем қатысы жоқ. Ары келсе ана жерде мүмкін Риббентроп шығатын шығар, мүмкін. Өйткені соңғы хатын Мұстафа Риббентропқа жазған. Мен сіздермен жұмыс істеспеймін, қарсы шығамын деп өзім мойындап отырмын. Сол хатты мына романның ішінен оқып, соны белгілеп қойдым мына жерге ше. Сол хат өзі анық болған хат па екен? Анық хат. Анық хат. Мариямға жазған хаттары. Иә, бұл енді дерек кәдімгі факт. Міне, рейхмейстер Риббентропқа
сіздің 1941 жылдың күзінде жасаған ұсынысыңызға былай деп жауап беремін. Тұтқындар лагерін 3 ай бойы аралап жүріп, әлемге Гегель, Гете, Фейербах сынды ұлы ойшылдарды, Бах, Бетховен, Гайден сынды дара композиторларды тарту еткен ұлы ұлттың өкілдері, топас билеушілердің бұйрығымен қолына қару алып майданға аттанған бейшараларға соншалықты қатыгез екенін көріп шошындым. Менің әскери тұтқындарға жағдай жасау керектігі туралы талай өтінішім қабылданбады. Сондықтан сіздің ұсынысыңызды құп алмай, одан бас тартамын. Жауабымның зардабын тартуға әзірмін. Мұстафа Шоқай. Одан кейін енді әрине өлтіріп жібереді. Бірақ осы хат шын ба? Менің күмәнім бар. Бұл дерек. Бұл шын. Бұны Мұстафа Шоқай Риббентроптың өзіне жолдаған. Өйткені ол кезде енді олар енді Мұстафаны пайдаланып, жаңа Түркістанский легионды жаңа жасаймыз деп жатқанда, мынау қарсы тұрған. Сондықтан Мұстафа негізі Түркістан легионына қатысы жоқ. Мұстафа Шоқай 41 жылы желтоқсанда қайтыс болып кетті. Ал енді ана жаңа айтып жүрген хаты 42 жылы, 27 жұлдызында, 42 жылы сәуір айында мен хат таптым сотта. Мен енді ол 42 жылы Түркістан легионы Гитлердің арнайы бұйрығымен, указымен 42 жыл сәуір айында Мұстафа Шоқай дүниеден өтіп кетіп, о дүниеден қайтып келіп, Түркістан легионын құрат дегенге мен сол жаздым, сотта Өскеменде айттым осы мәселені. Ал енді, Қанеке, осы жерде бір нәрсе айтқым келеді. Енді сіз киноның маманысыз ғой, бірақ енді әдебиетшілермен өте қатты араласасыз. Енді ол табиғи жағынан да, сіздің әке жағынан да өзі бар нәрсе. Кино мен әдебиеттің ортасында не пәле бар қазір? Осы әдеби шығармадан кино түсіреміз десе соғыс басталады. Содан кейін оның аяғы үлкен дау болады. Осы даудың бары ушығып келіп, қазір әдеби шығармадан кино түсірмеуге тырысатын болды. Қазір өздері сценарий жазып, өздері кино түсіріп, тіпті сценарист деген мамандық ұмытылайын деп жатыр. Осыған байланысты не айтасыз? Дұрыс айтасыз, драматургтар, сценаристер азайды, өте аз. Қазіргі сценарийлардың сапасы өте төмен. Заман сондай болды, енді ақша табу үшін ба, білмеймін, әйтеуір бәрі сценарий жазатындар өздері түсіргісі келеді. Не режиссер өз басымен өзі сценарий жазып, өзі түсіріп, сосын фильмді шығарады. Бірақ негізінде әдебиет ол не? Ол жалғыздықтың, жалғыз адамның өнері. Жазушыға не керек? Бөлек кабинет, қалам, қағаз. Музыка да сол. Кез келген өнерді алсақ, оны суретші өзі, жалғыз өзі, художник ретінде жалғыз өзі өз өнерін шығарып отырады. Кино ол енді басқа заманауи өнердің түрі, ол синтетикалық өнер. Оның ішінде әдебиет те бар, бейне өнері де бар, суретшілердің жұмысы бар. Құрылысшылар да бар, сәулетшілердің жұмысы бар, декорацияны салу. Пластика да бар, балет, сондай нелер енді, сценический пластика дейді. Бірнеше өнердің, сондай бір несі, орны кино, синтетикалық. Бірнеше өнер экранға көшіріледі. Сонда тіл табыс алмаса, осы бүкіл мамандар түк шықпайды экранда. Художник мына жаққа тартса, оператор мына жаққа тартса, сценарист басқа нені жазса, режиссер өз көз қарасымен кинодан түк шықпайды. Сондай нәтижені, енді плюс-минус, біз экранда қазір заманауи кино көріп жүрміз ғой, соны көріп жүрміз нәтижесін. Себебі мамандар өте аз. Ал енді Сатыбалды Нарымбектің өзі де жазушы ғой. Ерекеңде ВГИКті оқыды, ол да сол жерде оқыды, өзі әдебиеттен бастаған. Анау Атлантида, тағы басқа көркем шығармалары бар. А неге сценарийді өзі жазбай Ермекке тапсырып жүр? Енді ол кісі жаңағында кино түсіретіні бар, Сәкең өзі жазса болатын еді ғой, мысал үшін. Ол енді дайын сценарийді алды. Ол режиссер болып кеткен адам ғой. Дұрыс айтасыз, ол жазушы ретінде бастаған кезінде, бірақ сосын кәсіби режиссер болып кеткен адам. Мен жанында жүрдім ғой ең басынан. Неге осы Әзиз Бейшеналиевті шақырды, тағайындады сол рөлге? Неге Каринаны шақырды? Оның ниеті, ол бәрін түсініп жүрді, бірақ
сол фильмді жастарға, қазіргі жастарға, соларға жақындау, солардың тіліне көшіріп жеткізгісі келген. Енді Азиз Бишналиев енді өте белгілі сол жастардың ішіндегі актер. Қанеке, өте жақсы айттыңыз. Киноның тақырыбын осымен жабайық. Кино романға келейік, біз бір нәрсенің басын аштық. Қазіргі қазақтың түсіріп жүрген ең күшті киноларының, сериалдарының басында Мұстафа Шоқай тұр. Сатыбалда. Осы жанрдағы. Жанрдағы ең басында. Ереке, мына оқиғалар бар ғой басында. Әйел екеуінің қашатыны. Екеуінің екі бөлек қашатыны. Кино роман туралы айтып отырмын. Кәдімгі мына американдық кинолар бар ғой енді. Солардың сюжеттеріне ұқсас, шырғалаң сюжеттер, сондайлар бар. Сондайлар енді қанша дегенмен де кинода көп көрінбегенмен неде бар? Кино романда да бар, романда бар. Адамды қызықтырып отырады, тартып отырады, шырғалаңдап. Сондай ма? Өмірде солай. Былай, бұл өзі Ерекең бас кейіпкердің көрсет алған деп отырмын. Бас кейіпкердің басынан өткен оқиғалардан алыс кетпеген. Мысалы, екеуінің жаңа бөлек кететіні, Мариям менен екеуі кетікке дейін Тбилисиде жолығады. Екеуі жолығады, екеуі бөлек кетеді. Заманда да ондайда. Вадим Шайкин екеуі түн жарымда вагоннан түсіп қашып кетеді дағы Челябинскіде. Бүгінгі бүкіл не дамыды ғой технология, мына байланыс бәрі дамыған, коммуникация дамыған заманның өзінде ондай шебер ұйымдастыру қиын, бағана қашудың жолын. Ол болған оқиға. Мен енді қарап отырдым да, мен осы оқиғаны түгел білем ғой. Бұла түн жарымда сондай жарылыс болады, не болады, бұларды іздеп жатады. Сонда Вадим Шайкин екеуі вагоннан секіріп түседі дағы бөлек кетеді. Бірақ қат қалдырып отырады артына. Мариям Шоқай жалғыз өтеді. Бүкіл даланы кетікке дейінген. Жалау Мыңбаев кетікте сөйлеп шығарып салды. Жалау Мыңбаев деген саясаткер кейін атып тастады. Содан кейін бұлар Тбилисиде жолығады. Тбилисиде жолығады. Жаңа Ерекең айтқандай, 2 жыл Тбилисидегі пәтерінде, 2 жыл тұрған пәтері бар, Гриваят көшесінде қазір елдің бәрі барып жатыр, менің кітабымда тұр адресі. Соның бәрі Дәуіт тауы көрініп тұрады деп Мұстафа Шоқайдың, Мариям Шоқайдың күнделіктерінде бар. Біздің тереземізден Дәуіт тауы көрініп тұратын еді деп. Қазір көрінбейді, себебі үй салып жіберген. Оны біз таптық. Сосын ол кезде екі қабатты үй деп жатса, қазір ол үстіне тағы да қабат үй салып жіберген. Үйдің үстіне үй салып жіберген. Сондықтан оны таба алмаған жұрттың көп адам таба алмайтын сол. Мен оны таптым. Оны мен деректі фильмде де бәр жерде көрсеттім. Ал енді Сатыбалды Нарымбетовке осы сұрақты қойдым ағама. Ағамды өте жақсы көретін едім. Ол кісі өте ойлы, мұңлы, жазушы ретінде де қалыптасқан жазушы ғой. Тәкен ағамыздың школасынан шыққан кәдімгі. Сосын кәдімгі мына Дулат Исабековтермен, классиктерімізбен бүгінгі. Бәрімен кәдімгі туған аға інісіндей араласқан адам. Мағауин қатты жақсы көрген. Бәрі қатты. Бұрын шығармасын алып жұлдызға басқан. Жұлдызға басқан. Бұл енді ана Мәскеуге оқуға кетерінде де кездейсоқ жаңа киноға сценаристердің несі түсуінің өзі кездейсоқ қой. Шәкен Аймановпен кездесіп қалып, анамен кездесіп қалып, Сатыбалды ағамызбен көп сөйлестім, шын мәнінде. Менің мына деректі фильміме қатысты көп пікірлер берді. Сен өте жақын келдің деп айтты маған. Ол енді сөзіңіз аузыңызда бағанағандай өте жақсы екен. Қазіргі кезде ол адреспен көп нәрсені таба алмай қалатынымыз. Таба алмайды. Себебі Тбилисиде оның үстіне, үйдің үстіне үй салып жүрген. Үйдің үстінен 2 қабат салған. Маған осы жерде бір нәрсе, Қанеке, бір нәрсе өз ойыма келді. Осы киноның төңірегінде ойладым ғой. Кино роман мен киноның төңірегінде. Маған осы Сатыбалды Нарымбетов пен Ермек Тұрсынов екеуі ұқсайтын сияқты. Стильдері де ұқсайтын сияқты. Мына әзіл қалжыңдарда, юморларда бәрі ұқсайтын сияқты. Бірақ ана кісі қанша дегенмен де бағанағы мектебі басқа ғой. Сосын заманы басқа. Қандай шекпеннен шықтың, сол заманда қаласың ғой. Сол кісі сол жақта қалып қойған сияқты болып елестейді. Ермек қанша дегенмен де еркіндікке шығып кеткен адамда, еркіндікке шығып кеткен. Тіпті Қазақстан тастап шетелге кетіп қалып, сол жақта тұрып дегендей. Сөзіме келісесіз бе, Қанеке? Иә, келісем, бірақ Сәкен аға ол өте сондай бір прогрессивный адам болған. Жастармен көп араласатын, санасы еркін болатын. Енді көп оқитын. Ермекпен жақсы араласқан екеуі. Дұрыс. Сәкен аға Бертолуччи болса, Ермек
Сен кім болдың? Тонино. Тонино Гуэра. Екеуінің әзіл қалжың көз алдыма елестетіп отырмын. Біз амандасқанда өзіміз дәстүр болатын. Амандасамыз ғой, Иә. маңдайымызбен бүйтіп соғатынбыз. Аха. Сол кезде айтады, менің жаңа ойым сенің миыңа кетті, менің ойым сенің миыңа кетті. Содан кейін суретке түскенде ылғи бүйтіп құшақтасып отырамыз ғой сурет. Ол айтады жаңа фотографқа. Мынау это мое прошлое, а я его будущее деп суретке түсетінбіз. Қалжыңдасатынбыз. Сонда жаңа мен ол кісімен өте ашық араласатынмын. Кемшіліктер көріп отырсам мен жаңа қойып қаламын. Иә. Үлкен кішіге қарамай соны енді дәстүрлі тәрбие алған адаммын, сонда да үлкен деп сыйлайсың ғой, бәрібір. Егер бір жағына қисық келсе мен айтатынмын. Мен тыңдайтынмын. Бірақ мен тыңдап кейбір жаңа айтқанымды жаңа қабылдайды да, негізі ұстамын, қалдырады. Сонда жаттық келіп жаңа ырылдасамыз ғой. Сен неге осылай істедің? Бұны айтып отырғаным, адамның бәрібір шығармасына энергиясы, энергетика бәрі беріледі ғой. Мінезі, болмысы, барлығы беріледі ғой. Содан айтып отыр. Мен бір Сатыбалды Нарымбетовпен әңгімелескен кезімде ол кісіге бүйтіп айттым. Сіздің осы шығармаларыңызды оқыған кезде, киносын емес, көркем шығармаларын оқыған кезде, Эдуард Тополь деген бір жазушысы бар ғой, орыстардың, еврей. Кейін шетелге кетіп қалады, иә, білеміз. Русские дива дей ма бір шығармалар бар, иә. Соны елестеттім көз алдыма деп сөйттім кейбір шығармаларымен. Сөйтсем ол кісі, жоқ, мен ол кісіге ұқсамаймын, мен ол басқа жазушыларға ұқсаймын деп Фазыл Искандерлерді айтты, мен сол жазушыларға ұқсаймын деп. Содан кейін бір күн айтады маған, сенің айтқан сөзіңде жан бар ау деймін. Себебі Эдуард Тополь екеуміз әр уақытта кино институтында Москвада бір мұғалімнің қолынан шығыптық, бір мұғалімді оқыптық дейді. Эдуард Топольде де сондай бар ғой, тілінде бір сарказмдер, қандай ащы, иә? Меніңше әркімнің өзінің Сатыбалдысы бар. Осы дүниеден өткеннен кейін. Сатыбалды Нарымбетов, ар жағы Тәкен Әлімқұлов, бер жағы кешегі Асқар Сүлейменов, екеуінің ортасынан шыққан жазушы. Менің түсінігімде. Өйткені екі сөзінің бір созақ, екі сөзінің бір созақтың атпаптауы. Сол екі жазушы, бұл кісінің плюсі Герольд Бельгерді қосып қояды. Иә, Бельгерді қосады. Енді мына кісі де айтатын. Сосын Сатыбалды Нарымбетовтің бір артықшылығы болды. Бұл Жұматай Жақыпбаевтың жан досы болды. Ақындардың жан досы болды. Жұматай Жақыпбаевпен, Қажытайменен. Енді оларды былай қарасаңыз ештеңе қоспайды. Асқар Сүлейменов екі сөзінің бірінде өмірде табылып айтып отыратын. Жұматайдың өлеңін, Қажытайдың күйін деген сияқты. Ереке, жаңағы енді шырғалаң оқиғалар мен қызығып оқыдым шынымен. Анау Қашқынның өзі, бір Голливудтың кинолар сияқты кино түсіруге болатын қызық нәрсе да енді. Дерегі бар ғой өмірде қызық нәрсе. Мұстафа Шоқайда бағанағы тұтқындардың тепкілейтін жері бар ғой. Ол кинода бар. Ана концлагерді аралап жүргенде кинода бар. Аналар ұмтылады да, ай сатқын деп жаңағы басталады. Ондай нәрселер болған жоқ. Ондай кинороманда жоқ. Ал мына не үшін енгізді Сәкен аға киноға? Негізі Мұстафа Шоқай концлагерлерді аралағанда 100 мыңнан аса тұтқынға түскен Орта Азияның тұрғындарын құтқарған. 100 мыңнан аса. Соны айтқысы келді. Бірақ ол неден қайтыс болды? Ресми себебі тиф. Соны жұқтырған. Енді оны көрсету керек қой, қалай жұқтырған. Сонда Сәкен аға оны кімдер жабылып сабаған сценаны қосқан сахнаны фильмге. И сол кезде жұқтырған сияқты болып, сосын Мұстафа Шоқайды больницаға жатқызған. Кейбір артықтау нәрселер бар. Бір нәрсен, мына жерде мен Әлім Алматпен сөйлестім. Әлім Алмат Мұстафа Шоқай 42-ші жылы, 40-ші жылы қайтыс болып кетсе, 42-ші жылдың соңында концлагерден Мәриям Шоқай Әлім Алматты хат жазып, француз үкіметіне, неміс үкіметіне хат жазып, өзінің үйіне алып, баласы ретінде 2 жылдан аса уақыт бірге тұрады. Мәриям Шоқай не дейтін еді деп Әлім Алматтан сұрадым. Менің фильмімде менде пайдаланылмаған материалдар тұр. Сондықтан жаңағы Қанатжан айтып отырған бір версия деген нәрсе шындыққа сәл не келмейді. Ол тип деген жазады. Ресми документте немістің құжатында. Убер өлтіреді. Бұл Әлім Алматты кімдер жаңағы Вали Қайымхандар Убер өлтірді деген бір версия бар. Сосын 12-13 Бошайдан шыққан адамдар дайындап КМБ адамдар үйіне жіберетін. Фильмде де бар ғой. Осы жерде түсіндім, сізді түсіндім. Арғы жағы көрерменге белгілі болды. Осы жерде
романыңызда Мұстафа Шоқайдың қасында өзінің інісі болып бір сатқын жүреді, иә? Болған оқиғалар ғой, иә? Берік Айтжанов ойнайды. Иә, болған оқиғалар, иә, осы кино романның ішінде бар. Енді сіз нені бағытқа алдыңыз? Осы кино романда сол бір бағанағы Қаскең айтқан версиялардың ішінде у беріп өлтірді деген версияны алып отырсыз ғой, иә? Онда версиялар бар. Өйткені ол 45-ші жыл лагерьдерді аралап келгеннен кейін, содан кейін ауырып қалады деп жаңағы Виктория деген клиникаға барып оны жатқызады. Иә. Берлиннің өзінде. Бірақ мен ешқандай жаңағы деректер іздеп жүрсем де, осындай дерек таба алған жоқпын. Ресми түрде аны немісте бүйтіп жазып берген. Тифпен ауырды деп. Бірақ Мария Горина өзінің жаңа естеліктерінде бүйтіп айтып жазып кетеді. Ол ана тифпен ол бұрын ауырып болған Түркістанның өзінде жүргенде. Сол жерде ол ауырып қалған тифпен. Соны қайта ауруға ол өте күмәнді нәрсе. Сондықтан көбіне Мария Горин айтып кеткен, бұны немістер өлтірді деп. У беріп өлтірді ме, басқаша келіп өлтірді ме, бірақ оның өлімінің жаңағы шындығын енді қазір біз айта алмаймыз. Мен мәселенке тапқан жоқпын, ешқандай жаңа дерек болсын, дәлел болсын. Мен сондықтан кинороманымда оның қалай Викторияда өлгенін мен жаздым. Содан кейін жерленеді жаңағы зиратта. Бір версия Уәли Қаюм Уәли Қаюмға сондай версия бар. Бұл кісінің барар жер басар тауы қалмаған адам. Барар жері тіпті бар ғой, Парижге Нұржан Сұрмарынға оралғысы келмейді. Менің өлгенім жақсы еді. Мынаны көргенше, хаттары тұр ол туралы. Мен мынаны көргенше, мен Түркістанды көргім келеді. Енді ол қайтып оралатын жер жоқ деп. Мен енді мынандай бір пьеса жаздым, менің Мұстафам деген. Әуезов театрында 2 жылдан бері жүріп жатыр. Менің айтайын деген, Ерекеңнің Мұстафасы мүлде басқа Мұстафа. Алдағы уақыттарда бір нәсіп болып жатса, ол Сатыбалдағы биік тау біз үшін алып, бәріміздің жүрегімізде тұр. Бірақ Ермек Тұрсыновтың бұл кісінің бір бізден артықшылығы бар. Жаңа өзіңіз айттыңыз, бұл кісінің кино режиссер екендігінде. Әңгіме киноның тілімен көре алатындығында. Менің Мұстафам деген тақырыппенен Мұстафаны қайтадан осы тақырыпқа оралса деген арман бар менде. Сонда мұңлы, парасатты, кәдімгі өзінің жүрегіндегі кино романдағы Мұстафа келер еді. Оған қосымша көптеген бүгінгі күннің биігінен қарасақ көп материалдар бар. Түсіндім. Ереке, екеуміз доспыз ғой. Қаламдаспыз, иә, талай жылдан бері келе жатамыз. Арамыздан еш уақытта қара мысық жүгіріп өтіпті. Енді бірақ алыстан бүйтіп қарап қоямыз. Бірге оқыды. Иә, ол мынау шығармашылық адамдарында енді сирек, енді алыстан сыйласу дегенде жақсы, иә. Өзің енді орыс тілді кино режиссер болсаң да, жазушы болсаң да, қазіргі кездесіп жатқан аудиторияңда орыс тілді. Мына Пурпурный лошадьқа байланысты мен тіпті кеше бір анау неден көрдім, бір үлкен саясаткерлер сөйлеп жатыр Пурпурный лошадь туралы. Ішіндегі өзіңнің осы Пурпурный лошадьтан күлгін аттан үзінділер оқығаныңды айтып, соны өзі қызықтырғанын айтып. Вашингтоннан келген бір әйел кеше айтып жатыр, иә? Бұны тыңдап отырып, әрі жыладым, әрі күлдім деп сөйтіп айтып жатыр, иә? Бірақ оның бәрі орыс тілді аудитория. Енді үлкен еңбектер жасап жатсың, иә? Мысалы үшін Мәмлүкті жаздың, Бейбарысты, сонымен бірге мына Мұстафа Шоқайды мына жазып, қанша дегенмен де сценарий ғой енді бәрібір, иә? Негізін салған нәрсе. Бірақ осы кейде қазақ тілділер сені ұната бермейді, оқырман, көрермен. Білесің ба, сезесің ба? Білемін, бұрыннан бері білемін. Неге деп ойлайсың? Солардың ығына жығылайын демейсің ба? Неге деп ойлайсың? Ол ана неден басталды ғой? Келіннен басталды ғой. Иә, келін анау негізгі кейіпкерді киімсіз түсірдің деп па? Соны ана Бекболаттар бастады. Жерлеу рәсімі жоқ деп бізде. Бекболаттар бастады ғой. Сен жаңағы қазақтың тарихын бұрмалап жібердің. Қазақта ондай болмаған. Негізі ондай ой болған жоқ менде. Бұл енді келінден кейін ол ертек қой. Ертекте жаңа тарихи дерек іздеудің қажет жоқ шығар. Сонда қазақта болды ма ондай нәрсе? Бұл біріншіден білу керек. Бұл 2-ші ғасыр. Ол кезде қазақ болды ма, болған жоқ. Кейінде көптеген сұхбаттар беріп атасың, шығармаларың жарияланып жатады. Сол кезде бәрі ой Ермек Тұрсынов бүйтіп айтыпты деп жазып астына бағанағы баяғыдағы хатқа бармақ басатын еді ғой сауатсыз кезімізде. Кәдімгі сол қайтадан пайда болды. Қадірдің өзінде онша жақтырмайды ғой. Кейде бір нәрсеге байланысты дауласып қалады ғой, сен байқайсың ба? Байқаймын. Қадірдің өзінде де онша жақтырмайды. Кейбіреулері өйткені біріншіден мен 12 жыл шетелде тұрып келген адаммын. Америкада 4 жыл. Өзің айттың бір шетелге кеткенде сол әңгіме болып жатыр еді. Келгенде сол әңгіме. Қайтып ан жақта жүргенде қазаққа тіл тигізбеймін. Ан жақта жүр. Бірақ қайтып келгенде
өздерімізге айтам ғой. Сенің айтқанның өзінде өзіме тиіп жатыр, мен өзіме айтып жатырмын. Қақпанға түсіп қалдың ғой. Иә. Бұл жерде өзің мынау екі тілде шыққан. Мынау дос болғаннан кейін ойлайды, мен кітабымды оқымай далада әңгіме айтып отыр деп. Міне, мен қарашы міне, бәрін қайырып оқыдым. Бұжыл қапты кәдімгі оқыған соң. Ішінде мынандай бір жер бар екен. Қарашы, мына біздің бәріміздің өзі 12 жыл бұрын да айтып жүрген, қазір де айтып жүрген неміз бар екен. Ана сұрақ қояды Ермекке. Мынау Гарри Поттерді бәрі оқиды ғой, біз неге солай кітап жазбаймыз, неге кино түсірмейміз деген сияқты. Соңына берген жауабы: Алла бетінен жарылқасын, сол Гарри Поттеріңді дейді, оқи берсін. Мен біздің балалар өз кітаптарымызбен көз ашып, содан кейін ғана жат дүниелерді оқысын деген едім. Ал біздің елде ертөстікті естімеген, білмейтін буын өсіп келеді. Ең сорақысы бүлдіршіндерге ұйықтар алдында «Властелин колес'тен» үзінді айтып беретініміз. Бұдан асқан сорақылық бола ма? Біз қазір оқтап жатқан мылтық бір күні атылады. Оның залалы орасан болады, көрерсіз әлі деп. Дұрыс. Пікірің сәйкес келіп отыр ғой бәрі. Оразбек Сәрсенбаев бір сөз айтты. Марқұм. Керемет сөз, есімнен кетпейді. Мұстафа Шоқайдың тақырыбына келген, кез келген адамды біз сыйлауымыз керек деді. Мен осы ұстанымды ұстап қалдым. Негізі жаңа басында айттық қой, киноның осындай жаңа ұтымсыз жерлері бар, кемшіліктері бар деп кете берсін. Бәрібір. Сонда кемшілігімен жақсы дейсіз. Бәсе деп қанша қырылысып Сәкен бір сөзін айтқан: ей, кете берсін. Ол сенің көзқарасың, бұл менің көзқарасым. Бірақ бұл осы тақырыпты ашып жатырмыз. Бұл болмаған нәрсе. Бірінші қадамды біз жасайықшы. Артымыздан келе жатқан ол қателіктердің бәрі өздері жаңа түзейді. Басқаша. Бұл Мұстафа, бұл менің Мұстафам. Сенің Мұстафаң емес, менікі. Сондықтан мен сөзімді доғардым. Түсіндім. Менің Мұстафам басқаша ғой. Бұл кісінің сен тем более ол көшеде жүрген бір адам емес қой. Бақандай мүйізі қарағайда режиссер, мен оны сыйлайтынмын, білетінмін. Содан кейін әрине аса бір арамызда бір жақындық болатығын. Бір-бірімізбен сенетінбіз. Содан кейін біз мастеріміз біреу. Георгий Николаевич Данелия деген атақты режиссер, мастеріміз біз. Бір сөзіне мен келістім. Бұл бірінші қадам. Есікті енді ашып жатырмыз. Ары қарай бұл есікке қандай жел кетеді, кім не айтады, сатып алдың, қандай ғаламат жұмыс деген. Мен де қоссам. Бұл фильмнің алдындағы фильмдері, Сәкен ағаныкі, олар енді ауылдың тақырыбы, өзі көрген, сол ауылда өскен, сондай фильмдері болатын. Камерный дейді оны, кішкентай. Негізі бұл Мұстафа Шоқай Сәкен аға үшін үлкен эксперимент болды. Қатты қызығып жүрді. Үлкен осындай тарихи фильм, үлкен жобаға бірінші рет кіріскені. Әрине, кейбір ойлары орындалды, жеткізді, бірақ кейбір ойлары кірмеді мынау неге фильмге соңғы нұсқасына. Енді оны да түсінуге болады, ол бірінші рет түсірген осындай жобасы. Екіншіден, енді қателерде болған шығар, бірақ ниеті осы өз еліне, өз халқына Мұстафа Шоқайдың қандай екенін ашу, менің ойымша сол мақсатына жетті. Ол бір мәселесі. Екінші мәселесі, мен қатты ұяламын. Осы Алматыда Мұстафа Шоқайдың атында бір кішкентай ғана ирелең қысқа көше бар. Ол Кеңсай зиратына тіреледі. Ол қандай белгі, қандай бір қорқынышты символ. Мұстафа Шоқайдың жолы зиратқа тіреледі деген. Енді соған біздің ономастикалық комиссияның миы жеткеніне таңғаламын мен. Осы соңғы мәселені қимасаңыз. Мен негізінде осы үркерге келген ақын жазушылардың сөздерін қорытындылағым келмейді. Көрермен өздері қорытындыласын деп ешқандай оған бір баға бермеймін. Бірақ енді дегенмен де бүгін сіздердің қатысқан хабардағы пікірлеріңізге байланысты мынаны айтқым келеді. Қанекеңді шақырғаныма өте қуанып отырмын, басында қалай болады екен деп. Себебі бізге Сатыбалды Нарымбетовтің осы тақырыпты бастап бергені үлкен еңбек, үлкен ерлік екенін айтып берген үшін разымын. Екінші, Қаскең, мына кітаптың кино романда пайдаланылған суреттердің көпшілігін өзі тауып әкелгенін, менің суреттерімді алып қойыпты деп Ермек Тұрсынды бірінші рет көріп отырса да, ешқандай реніш беріп жүрген жоқ. Өйткені Мұстафа Шоқай бүкіл қазаққа, бүкіл халыққа ортақ, бәрімізге ортақ, соған разымын. Содан кейін үшінші нәрсе, өзімнің пікірім, кино роман кәдімгі бірінші көркемдікті алдыға қойып жазған, кәдімгі шырғалаң оқиғалары бар,
керемет қызық сюжетке құрылған керемет кино роман деп есептеймін. Бірақ енді ол қастерлі тақырып, аяулы тақырып, аяулы образ біз үшін. Бірақ осы хабарды жүргізіп отырып, менің көңілім бәрібір пурпурная лошадьқа бұрылып отырды. Ерекеңнің негізі әдебиеттегі жаңалығы, өзінің ешкімге ұқсамайтын ерекшелігі, стилі, ойы, ниеті әрбірден соң бүгінгі күні біреу келісіп, біреу келіспей жүрген көзқарастарының барлығы осы «Пурпурная лошадь» кітабында жатыр деп ойлаймыз. Кітап оқыңыздар ағайын.